Жалпы енді мынау Корей халқы мен сәл қазақ халқын салыстырайықшы. Негізі біз көптеген жағдайда Еуропа жаққа қараймыз. Еуропадан бір нәрсе алуға тырысамыз. Бірақ негізі біздің тамырымыз осы Азиядан шыққан, сол Азияға енді бет бұрып жатырмыз. Негізі осы туралы бұл салыстырмалы түрде қазақ пен Корейдің ортақ тұстарын бір айтып жүрсек. Енді азиялық халық болғаннан кейін Кореймен біздің ұқсастықтарымыз көп. Бұл корейлердің киносынан көреміз, бізге келген соңғы 5-10 жылда. Онда үлкендерді сыйлауы, әйел адамды сыйлауы, адамның бір-біріне деген сезімдері, осы нәрселердің барлығы бізге корейстердің барлығы солай сияқты болып көрінеді. Шын айтқан кезде бұлар кино саласында өте жақсы жұмыс істегеннен кейін, бұлар өздерін жалғыз біздің қазаққа ғана емес, мен Қытайға барып жүргенде көрдім, қытайлардың өздері корейстің киноларын өліп өшіп көреді да. Шын айтқан кезде осы соңғы 10 жылдарда корейстердің танымал болуы осы кино индустриясы. Ол жалғыз өздеріне ғана емес, басқа халықтарға. Мысалы қараңызшы, бізде сондай кинолар шықпағаннан кейін балалар еліктемейді. Жас кезінде ертегіні тыңдамағаннан кейін оның ертөстіктің кім екенін, алпамыстың кім екенін, қобыланның кім екенін бала білмейді. Тура сол сияқты енді мысалы біз өзіміздің кезімізде басқа бір мультфильм көрсек жаңағы балаларға, оны біз жаңағы қоя мен қасқырдан ну погодиді көрген шығармыз да, енді танымал. Қазіргі балаларды қарасаң Маша Медведь таңертеңнен кешке дейін да, бұл осы баланы жаулаудың бір жолдары ғой. Ал енді мына кино саласына келген кезде осылардың Жумон деген бір батырлары болды. Ол тарихтағы батырлары, соны тарихи бір кино қылып жақсып шығарған, оны үлкендер де көрді, балалар да көрді. Сонымен кішкентай балалар, мысалы мен өзімнің баламның өзі соған еліктеп өсті. Ол мен қобыланды боламын, мен алпамыс боламын деген жоқ, мен Жумон боламын деді. Оны қай арнадан көріп отырсыз? Бұл Қазақстан арнасынан, егер мен қателеспесем. Не хабардан әйтеуір қазақ тілді. Негізі Қазақстан арнасының идеологиясы болып тұр ма сонда Жумон? Енді осыдан бір 5-10 жыл бұрын болды осы сериалдар. Әлі де енді шын айтқан кезде біздерде бір рейтинг көтереміз дей ма, әйтеуір бір жасанды нәрселер бар, арзан нәрсені көрсетеді ғой. Енді бірақ мен нәрсеге қуандым. Корей сериалдары біздер келген кезде. Өйткені ол жерде сен жаңағы балаңнан ұялмай кино көруіңе болады да. Басқа бір нәрселерді көре алмайсың. Сол мәселеге келгенде. Одан басқа енді бізге, балам ананы көрме, мынаны көр деп айтайын десең, басқа альтернатива жоқ қой. Сосын балалар көрді, өсті, сол сен қобыланды болам деп неге айтпайсың, алпамыс болам деп неге айтпайсың деп айта алмайсың, Абылай хан болам деп неге айтпайсың деп. Өйткені себебі ол нәрсе жоқ, бала оны білмейді, көрген жоқ. Бала не көрді, соны айтады. Сол сияқты. Одан кейін де әйелдеріміз ана Бабанг деген кино болды. Ол кезде барлығы жаңа Киминаға ғашық болды. Осы жерде бұлар образ жасайды. Жігіттің де образын жасайды, қыздың да образын жасайды. Халық соған беріледі. Оның сыртында тағы да бұлардың бір керемет емшілері болды. Бәлкім ол өздерінде тарихи шығар, бірақ соны баяндайды ғой. Хожун деген. Ол сондай адамдардың барлығынан сөйтіп өзі ауырып нағылса да, жаңа емші, доктор адам жазбайтын аурулар жоқ та. Хан да қудалап жібереді, үлкен басшылыққа да апарады, бірақ та ол сол емдегенің емшілігін тоқтатпайды да. Соның арқасында халықтың бір сүйіктісі болды да. Осы сияқты нәрселер бар ғой енді. Өстіп корейстер кірді. Және де ол киноларды біздікілер неге жалықпай көрді? Себебі бір жағынан көруге болады, екінші жағынан біздің мәдениетіміздегі ұқсастықтар бар да осы жерде. Сол үшін де мен әрине түрік сериалынан көрі, немесе басқа мемлекеттердің сериалдарынан көрі Корей сериясын көргенінде қарсы болмадым. Үнді серия болады. Енді үнді серия оларда бір шын айтқан кезде көп сериялардың барлық құры адамды жетелей береді да, бірақ арт жағында ол еш нәрсе айтпайды. Ал Корей сериалының жақсы, бір 3 серия, немесе 4 серия, немесе 10-12 серия болса да, соңында бір нәрсенің нүктесін қояды. Мен шын айтқан кезде мен өзім іздеп жүріп бір-екі киноларын көрдім бұлардың. Ол қандай кино? Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның арасындағы қазіргі текетірес.
ошол жерде үлкен саясатты көресің да. Бұл мына екі Корей халқының бөлініп кеткен емес, бұлардың бір-біріне қоспауға жаңа бөгет жасап отырған мемлекеттерді көресің. Орыстардың қаншақ балы бар екен, Американың қаншақ балы бар, түріктерде бұл жерде жоқ емес екендігін да. Сол кинода ашып көрсетеді. Бұл шын айтқан кезде осы мемлекетке келу, бұл мемлекетті түсіну, адамдардың түйсіну деген нәрсеге осы кинолар көп нәрсені жеткізеді да. Бұл киноның атауын айтсаңыз, біздің көрермендер де көрсе. Арис есімді фильмді көрдіңіздер. Корей сериясы Арис деген. Соны қараса, сол біраз тарихты түсінуге болады. Біз Фейсбуктың бетін көресіз, Корей Фейсбуктың қараңызшы, біреудің сөзі қылып мүлде жоқ. Мидың жұмыс істеуі, бұл адам жасының ұзартуы, денсаулығын жақсы болуына, қозғалыс дегенде бұл денсаулықтың кепілі. Егер жүріп тұрысымыз физикалық көп болатын болса, бізде ауруда көбеймес еді да. Кей-поп дейміз ғой. Соған көз қарасыңыз. Енді танымал болу себебі осы жерінде. Олар өздеріндегі бар нәрсені көрсете білді.